эксклюзивный қазақша подкаст Гүлпан Майгарин бізге болып жатыр. 8 март күні барамын. Жұмысқа кешіксең не істейсіздер? У қосамыз, героин қосамыз. Ондай да бола ма? Бөлем. Бірінші сіз деңіз. Екінші мен сізге брат емеспін. Ай құрсыншы, сушыны қолымда ұстауым керек. Мен өзгерсем көресің дейді. Бірінші рет. Это нормально. Нам, кстати, кредит не дали. Кредит — это образ жизни. Ой, өзіне бұл өткен қателік. құпиясын жүрді. Бүкіл компанияның проблемасы. Энергия беріп жатыр. Супер. Есть такой момент, что у нас есть корона на голове, переоценка. Он не стоит этих денег. Ананы істеп берем, бүйтіп берем, бүйтіп берем, қатырып берем дейді, а на выходе келген кезде ештеңе істей алмайды. Вот это қанша уақыт кетеді, соның бәрін нету. Ол жерде андай ғой, бәрі бірдей ондай деп айтуға келмейді, потому что біз Шомбайда жүрген кезде методика бойынша курс алғанбыз бір. Португалияда тұратын бір орыс әйел бар. Ташкиевтардың бәрінің курсын жасап берген. Мощный методист. Біз соның курсын оқыдық. Сол кезде біз Шомбайда жасалған курсымыздың полный методикасын презентация жасаған кезде, вот ол жерде скиллбокстың методисттері болды, бәрі шок болды. Потому что ондай методиканы жасамаған, олар орыстар өздері білмейді оны жасауды ше. Вот потому что дистеуде қиын сияқты, қазақтарда нашар деген. Просто қазақтарда әлі білім алу деген қабілет қалыптаспаған. Аудиторияның өзінде ондай қабілет жоқ әлі. А орыстарда ол қалыптасып болғаннан кейін оларға өту оңайырақ көрсетті. көрсетті. Самое главное же, ең бірінші, мысалы даже любой мектепке келген кезде, сен оқимын дейсің ғой, сен қандай курсты өтпеуің керек, сен ол жерден білім алуың керек. Білім алмасаң, сен мына сертификатты алмауың керек. Сен шығып кетуің керек, сен сол жерден шығарып жіберу керек. А бізде все кому не лень, ақша алғасын сертификатты жібереді, ойбай мен Шомбайдың мектебін бітірдім, мен мықтымын дейді. Келген кезде ойбай шынымен сенде білім бар екен, жұмыс істеген кезде бір ай жүресің, 2 ай жүресің, 3 ай жүресің, мына методики как таковой нету. Сол кезде, мысалы, это же имя самого основателя. Не нужно выпускать, значит, таких этих, как это? Выпускников. Не должно быть таких выпускников с такими скиллами, где он выходит, говорит, показывает свой диплом этой школы и говорит, мен сол мектепті бітірдім, мен істей аламын, мен сол жерден өттім, методист болдым, қатырдым деп. А келген кезде шынымен сенесің ғой оған? Шомбайда айтатын беді диплом берген кездер, мынандай A+, B-мен деген. Жоқ, ояқта бар тоже дипломдар, A+, деген сияқты. Потом сіз айтып жатқан қыз, ол ояқта оқымаған, ол просто жұмыс істеген ол жақта. А ол жақта, білмеймін, осы уақытқа дейін бір 500 адам жұмыс істеген шығар. И ол жұмыс істеді, жұмыс істеу керек бөлек, и ол жұмыста нәтиже көрсету бөлек та. Адамдар просто кіріп, бір апта стажировка өткен адамдар бар, даже солардың өзі айтады, мен Шомбайда жұмыс істегенмін деп. Жоқ, даже вопрос не в этом, даже не вопрос этой девочки или непосредственно этой школы. Қайта-қайта көп адамдар келіп жатыр ғой, мысалы. Мен 3 ай болды мобилограф іздегенмін. 3 ай. Несчастный просто мобилограф ищешь. И проблема мысалы қандай? Ладно, ол деген камераны қолына ұстай алады ма, ұстай алмайды, ол екінші сұрақ. Бірінші сұрақ дисциплина. Біз былай келсеміз, соған жоқ қой, соған да даже уақытында жұмыс. Дисциплина — это реальная проблема. Реально проблема. Осындай уақытта үйту керек, осындай уақытта, осындай керек. Ему расписание в руки даешь, түсінбейді ғой. Оны курстар шеше алмайды, ол проблема. Ол просто адамдардың өзінде soft skill шығар. Soft skill шығар, адамдардың өзінде бір дисциплина деген бір қабілет болу. Но это массово. Это проблема, потому что эту проблему не может решить курсы. Это проблема нации. Да, это проблема нации, это проблема, меня на эту тему даже проблема большая доводить дело до конца. Да. Алған ісіңді результатқа дейін жеткізу большая проблема. Мы у себя в планах вчера поставили, что будем записывать курс, как доводить дело до конца. Чтобы оставить аяқ жоқ. Арнайы курс керек. Жауапкершілік жоқ. Мысалы, сен мына жерге жұмыс келді, мындай жауапкершілік деген кезде олар түсінбейді. Мына жерге келеді, жұмыс істейді. Сұраған кезде, ойбай, анау кінәлі, мынау кінәлі, анау кінәлі, мен ештеңе, мен үшін, не үшін менің кінәм бар дейді. Ана жердегі машина, поставщиктің машинасы сынып қалды, сол үшін мен кінәлі емеспін дейді. Сол кезде ойлайсың, ойбай, сен андай жақсы айлық алып отқан кезде, сол кезде сен машинаны ол деген, ол сенің нең ғой? Сіздер қандай тәсіл қолданасыздар өздеріңіздің сотрудниктеріңізді дисциплинаға үйрету жағынан? Кнут, пряник, қайсысы? Сейчас, соңғы кезде, вот сейчас пытаюсь в последнее время заходить через мышление. А на жерге барып, на жерден алып, на жерге қой деген жұмыс істемейді екен. Қазіргі үйрету керек екен, не үшін наным мына жерден алып, мына жерге қою керек, соны бірінші не үшін өйтіп істеу керек екен, сөйтіп үйрету керек. Сосын барып ол тұрып, өзі барып соны істеу керек. Сол кезде не болады, как результат. А былай мына жерден алып, мына жерге қой дегенде, сен мысалы қазір істедің, не ол істеді, соған осы 20 рет айту керек па, 20 рет соны 20 рет істету керек үшін 20 рет айту керек. Орысша айтқанда начни с почему деген ба? Да, начни с почему. Зачем нужно вообще учиться? Қазіргі мысалы олардың ойы немене үшін біз оқуымыз керек. Маған ол не үшін керек, мен жұмыс істеп жатырмын, айлығым жүріп жатыр.
білімін көтеру керек екен, дисциплина жағына. Негізі адам жұмыс істеген кезде ол деген карьера жағынан, ақша жағында өсу керек қой. Өсу үшін сен бүгін күнде істеп жүрген жұмысыңды күнде істеп жүрсең, сен айлық жағынан, еш жағынан, карьера жағынан өспейсің. Сен уже өз-өзіңді үлкейтуің керек, білім жағынан, опыт жағынан, жауапкершілік жағынан оны алмасаң, қалай сен алып отырсың, 300 мыңды солай алып отырасың, 1 жыл болсын, 2 жыл болсын. Ол кезде былай қарап отырып, жан-жағындағы нелері, сотрудниктар, қасындағы коллегалар өскен кезде, сосын сұрақ қояды, не үшін бұлай деп. Неге олар өседі, мен неге өспеймін деп. Сол кезде, получается, ол деген ойланып отырды, сосын жұмыстан шығып кетеді. Мына жерде менің жұмысымды бағаламайды екен деп. Бірақ негізі кінә өзінен екен түсінбейді. Жауапкершілік алғысы келмейді. Дисциплина жоқ. Қазіргі мысалы ол деген сұмдық қой, сағат 9-ға жұмысқа келу керек үшін, даже бізде мысалы біз офиста камера дейді ғой, немен фейс айтып. Мысалы офиста жұмыс істейтін ол уже білімі бар, дипломы бар сондай адамдар. Сонда 9-да жұмысқа келу үшін соны біз қоямыз. Ол деген сұмдық қой. Шынымен сұмдық. Айлық төлейміз, еще дисциплина артынан қолыңа күнутты ұстап отыруың керек, келу уақытында жұмысқа келу үшін. Ресторанда мысалы біз үйретсек, ол деген деңгейі бөтен жағдайлары нашарлау адамдар жұмыс істейді, біз оларды шынымен тексеріп отырамыз. Таңғы мысалы управляющий директор жұмыс басталған кезде қайдасын деп бастайды, қайдасын деп іздеп бастайды жұмысшыларды. Уақытында кейбіреулер даже айтпай-ақ келмей қояды. Телефондарын алмай қояды, өшіп қояды, сөйтіп. Ондай көп, ондай оңай емес жұмыс істеу. Бірақ мен өзімнің офистің жұмысшыларына айтамын, біз сендерге соны үйретсек, біз сонда ресторандағы жұмысшылардан, даже официанттардан, жас студенттерден біз олардан не сұраймыз? Сендерден сол сұрақты біз сендерге қойып отырдық. Сол үшін мен настроение солай. Уже іштегі бойға жиналған заттар айтылып жатыр. Енді сондықтан мысалы айлық төлеп отырып, кішкентай айлық емес, ол 200 мың, 300 мың айлық туралы емес, мен мысалы қазір тап сол мобилографтың айтып отырғаны. Біз қалай ойлаймыз, алдында ойладық, арзандау қойып, бір жас жігітті алып үйретіп аламыз деп. Болмайды екен. Сосын мәселе негізі проблема айлық екен. Айлықты көтерсек, мысалы айлық жақсы болса, ол кезде дұрыс адам келеді екен деп. Ол да болмайды екен. Ол деген келгеннің өзінде, мысалы, мен түсіндіріп айтамын ғой. Біз былай келістік па? Былай жұмыс істеу керек. Менің вниманием ана жерде қалмау керек. Мен сені инстаграмға кіріп, сені тексеріп, сен анан үйттің ба, бүйттің ба деп отырсам, сен маған не үшін керексің? Ол телефонды алып мен өзім ақ істей аламын, оның бәрін қолым жетеді, оның бәрін істей аламын, өзім істеп жүрмін ғой. Сол уақытты босату үшін мен адам жалдап жатырмын. Бірақ келіп оны қайта-қайта бүйтіп тексеріп отырғасын, сен маған керек емессің. Сен келгесін, жұмыс істеймін дегесін, 1-2 рет келістік па, жұмысты кірістің ба, қалай істеу керек екенін білесің ба, болды. Тексермей сен өз-өзіңді жұмыстан тастай істеуің керек. Бұны істей алмасаң, сен маған керек емессің. HR-ын тілмен айтқанда перформер керек десеңіз. Да. И когда столкнулись с этим, блин, мен өзім ойлаймын, что-то может быть со мной не так. Шынымен таба алмай жүрмін. Шынымен ол бүкіл рыноктың проблемасы, потому что біз мысалы компаниямыз 10 ай болды, біз 9 ай іздедік SMM-шік. 9 ай. 9 ай, бірақ табылмады. Ең соңында біз просто SMM агентство алып істеп көріп отырмық. Соның өзінде әлі проблемалар бар, но жай-жай. Агентствода алдық, то же самое, такая же проблема. Уақытында то анау келеді, то мынау келеді. Агентство алған кезде олардың өздерінің бастықтары бар ғой, жауапкершілік. Бүгін бір мобилограф, екінші, төртте қайда десем, олар үйтіп қалды, бүйтіп қалды, жұмыстан шығып кетті. Такая же проблема. Сол кезде қанша қырғын адам, қырғын курс өтіп жатыр мобилография. Сол кезде проблема, мен отырым, 300 мыңға ешкім таба алмаймын, 500 мыңға 2 проект таба алмаймын, 300 мыңға да табылған жоқпын, 500 мыңға табылған жоқпын. Не деген сұмдық? Қарап отырсаң. Тек қана мобилограф, ол тек қана видео снимать етіп, монтировать етіп. Проблема білімде ма или дисциплинасында болып тұр ма? Адамның өзінде нация. Біріншіден бірінші дисциплина, екінші білім. Не үшін келгенін, қалай жұмыс істеу керек екенін көбісі түсінбейді. На телефон алып, мынаны істесе, уже думает, что он все умеет, все знает. А негізі мобилография, это же творческая работа, подход должен быть, угол, взгляд, как с этой стороны делать, как смонтировать, қалай не ету керек, оны білу керек. А мобилограф приходит и думает, я сторис снимаю, титры выкладываю, и, наверное, это и есть моя работа. Так ты мне не нужен, ондай айлыққа, понимаешь? И я могу, он на 100 000 тенге, на школьника, там, какого-то студента менять, будет делать то же самое. Я сама могу это сделать. Есть кучу приложений, сам себя снял, выложил, все. Здесь же другая работа. Алдында бір досыммен сөйлестім, да? Да. Сөзіңіз аузында, кешіріңіз. Ол кісі магазин «Надежда» сеть айналысады өздерінде. И көбісінде жастар жұмыс істейді ода. Z поколение дейді, 2000 жылдан ары қарай. И ол бір кейсін айтып берді да, отырады, там
бір сөз айтып қалды, вы что тупите деген сияқты айтып қалды. И то там интонациясымен мягкий қылып, они реально заглупили бір адамы. Алды да бір адамға осы сөзді айтқаннан кейін бүкіл компания, коллектив шығып кетті. И осындай заттар байқайсыздар ма, новый поколениеда 2000 жылдан ары қарай, олар может басқаша емес, дисциплинасы ма, может олар креативный ма, может қатты ұрысу емес, даже бір қатты сөз айтсаң, все, уже көтере алмайды, шығып кетеді деген сияқты. Енді көтере алмаса, вот в моем понимании, мне, например, такой сотрудник даром не нужен. Сен жұмысыңды қатты істесең, сен сыйлы боласың, саған ешкім ештеңе айта алмайды. Сен жұмысыңды білмесең, это в любом случае сен сөз естисің. Мысалы бізде де жұмыста солай ғой, ресторанның өзінде мына қонақтар барып тамақ ішкен кезде тот же официант жұмысын дұрыс істемесе, біз сөз естиміз ғой. Тот же повар тамағын дұрыс бермесе, біз сөз естиміз. Сөз естіген кезде бір жалобы, мысалы, былай көрініп қарап тұрған кезде инстаграмға үйтіп бізді жамандап сөйтіп жазып тастады. А былай қарап отырсаң, ол инстаграмды бір адам отыр, оны инстаграмды көреді. Соны бізге чатқа тастайды, оны управляющий директорға кетеді, ол управляющий директор сол ресторан барып, ана не үшін болды, қалай болды, ана кісіге хабарласып, звондап, былай айналып келген кезде ол где-то үлкен бір жұмыс. Казалось бы, там ашу неден қонақ жазды, бірақ негізі оныкі дұрыс қой, ол ақша төледі, ақша төлегесін, ол деген дұрыс услуга алу керек. Ол деген теге шейін келген жоқ қой, тегін келсе де дұрыс істеу керек, или істемеу керек, даже тегін істесең де. Тегін істеген кезде бесплатно деп қалай осылай істеуге болмайды, или жақсы істеу керек, или істемеу керек. Здесь то же самое же, сен мысалы ол услуганы дұрыс істей алмасаң, сен сөз естисің. Біз де сөз естіп отырық қой. Так то же самое, ол деген это же длинный путь. Казалось, бір комментарий. А негізі бүйтіп айналып келген кезде бір үлкен бір жұмыс. И бізде мысалы күніге где-то кем дегенде 30-40 кем дегенде сондай отзывпен біз жұмыс істейміз. Бір команда отыр, соның бәрін ана ресторанда, мына ресторанда, ана қалада, мына қалада бөлек команда. Тугистікі, инстаграмныкі, не болып жатыр, қалай болып жатыр. Адам деген ақша төлегесін, услугасын дұрыс алмағасын, ренжігесін, оның лояльность еді ғой. Бізге айлықты кім төлеп отыр? Мен төлеп отқан жоқпын, біздің негізі команда, клиенттер төлеп отыр. Бүгін ол ақшаны мына жерде қалдырмаса, ертең конкурент қалып, сол жерге барып қалдырады. Сол үшін біз айлықсыз қаламыз. Мен мысалы командаға оны түсіндіремін. Сол үшін бізде қонақ априори всегда прав. Қонақтікі дұрыс болмаса да, оныкі дұрыс. Так устроен бизнес дейді ғой, правила бизнес. Алдында бір кейс болды. Мен негіз шынымды айтайын, ланжоудың жақсы көремін өте. Ең қатты ұнайды маған бульон ұнайды. Негізі сол секрет сол жерде. Бульон жақсы көремін ше. Құпия сол жерде. Құпия сол жерде. Мен андай тұрады кезде, қарым қатты ашып тұрады. Мен қасында заведениялар тұрамын, бармаймын, ланжоға барамын. Почему-то сол ланжоға барып бульон ішкім келеді менде. Бірінге қосасыздар ма, білмеймін. Тартып тұрады ше, тартып тұрады сол жерге. Неше түрлі есіздік қой, у қосамыз, героин қосамыз. Но жалпы маған ұнайды. И алдын Атакент тегісінде болдым жақсы, и кеше осы 3 күн бір апта көлемінде бардым. Қай күн екенін айтайын ба даже? Қай күн екенін айтып берейін даже. 8 март күні барамын. Сорпа бөлек, да? Сорпа бөлек. Бір 3 кейс ситуация болды. Кірем, ішінде заведение адам өте көп. Адам көп, шум, гам. И бұрын мен восхищался. Классно, бизнес жүріп жатыр. Орын қалай табым? Так, әрең тұрып іздеп орын таптым. Орын таптым, одан кейін түсіндім, что мені обслуживание қазір қиын болды. Физически үлгермей жатыр дедім да. Давай мен ешкімді мазаламай, өзім бар заказ бере салайшы деп, ресепшнға бар сөз бердім. Қазір қабылдайды деді. Қайсы тұр? 22-ші тұр. Бардым, официант келді. Таңдадым, қайттан ешкім жоқ. Қайт бере салайын, ешкім мазаламайын, без жалобы, так далее. Жоқ, қазір барады деді. Бере салайыншы сізге дедім. Түсініп тұрмын, үлгермей жатыр. И потом бір жігіт келіп қалды. Боссың ба? Сіз алсаңшы деді. И ана жігіт, жүріңіз, столға отыр деді. Осы жерді бере салайын деймін. Брат, столға отыр, мен сені заказ алам дейді. Одан мен түсінбей қалдым. Бірінші сіз деңіз. Екінші мен сізге брат емеспін. Сіз деп, мен сізге сіз деп тұрмын ғой дедім. Маған үйретпеші дегенде айтып жатыр да. Мен кішкене күлдім да, сол жерге ресепшнға айттым, көріп тұрсыз қой дедім. Өзім ала салам деп алды. Кейін администратор келді. Ана адамның сразу жазып алды, кім екен, штраф деді. Сразу штраф деді. И маған осы жерден ана официант жігіт, жас жігіт көрініп тұр. Прям өте жас жігіт, оны заты білмеген кейін. Бірақ маған ұнаған администратор сразу среагировал. Вот именно там жеп алдым любимый бульонымды. И повтор, конечно, повтор бар, лапшаны алам.
жігіттер керемет лапшаларыңды беріңдерші дегеннен олар о риза болып рахмет неке деп сөйтіп жатыр да. Лапша салып жіберді, потом тұрып бульон доливать етіп жіберіп, тағы да үстінен тұрып, бульон платный ғой сіздер, по-моему, да, олар бер жерсін. Енді олар да адамдар ғой, көңіл ғой. Сөйтіп мен вообще риза болып қалдым, все, жігіттер дедім. И бәрі керемет дедім, осы үшін келдім, анау қаланың басқа точкасынан Арбатқа, сол үшін бардым ше. Сөйтіп олар риза болды, отзыв қалдырыңыз мен айтам, біз даже вот запланировались Гүлбану Майгарияны шақырайын деп жатырмыз да, деп айттым. Осыны мен подкастта айтам дедім. Сол кезде им обещал, олар все Арбат точкадағы жігіттер молодцы. Енді қате, біз негізі қатеге көп бөлеміз ғой, мақтауға ұмытып кетеміз. Жұмыста тап солай. Қате болған кезде біз оны тек қана жүгіріп барып жұмысқа алып, тек оны үйту керек, бүйту керек, неге үйтіп жатсыңдар, внимание алып нетеміз. Мақтаған кезде ойбай сендер керек мейт екенсіңдер, осының бәрін үлгеріп жатсыңдар, оны айтуымыз керек. Шынымен солай. Ешқашан айтпайды ғой. Бағанасында сіздер системаны штраф жасайтын у нас вообще негізі система штрафы жоқ. У нас вообще ондай ақша, біз штраф болғанымен, наверное, его где-то по-другому будут наказывать, может, там уборкаға алады, еще бірдеген алады. А негізі ақша ретінде бізде штраф запрещено уже 3 жылдай ма, 4 жыл. Демотивация. Ол система штрафов на жұмысқа жақсы жағынан нетпейді. Наоборот, әсер етпейді, наоборот, нетіп жібереді, жұмысты демотивация болып кетеді. Біз мысалы опоздание жұмыстан қалып қойған кезде штраф 1000 теңге деп алдында, басын жұмыс бастағанда қойдық, сол кезде сосын байқағанбыз. Ай құрсыншы, жұмысқа қалағыз, кешігіп келем, бәрі 1000 теңгені ала салады ғой, 1000 теңгені бере салайын деді, қолдарын сілтей салады да, уақытында келмейді. Содан бастап, сол кезде ойландық, болмайды екен деп. И система штрафа категорически бізде запрещена. Қазір қалай не істейсіздер, жазылайды штраф может? Собрание ретінде айтамыз, мықтыларды бөліп, соларды мақтаймыз, бөлек жұмыс. Штрафовать етіп... Жұмысқа кешіксе мысалы қалай болады? Жұмысқа кешіксе не істейсіздер мысалы? Беседа болды. Сөйлесіп, түсіндіріп, айтып, не үшін олай болайсың, өйтуге болмайды екен. Мысалы, ол жұмысқа кешігіп келсе, оның жұмысын бөтен қасындағы жолдастары істейді, жұмыста істеп тұрғанда. Өйткені, мысалы, 10 адам тұрса, 9 адам істесе, олар бәрі 10 адам жұмыс істейді. Сол кезде ол команданы подводить етеді. Сол кезде чисто через мышление, яд ретінде, нетіп сөйтіп түсіндірмесең, абылай ақшамен, наказание ақшамен жүрмейді, батпайды. Ол батпайды. Сөз батуы мүмкін, не ақша, наказание ақша ретінде батпайды. Бірнеше рет кешіксе, болды шығар жүресіздер, е? Да. Бірнеше рет кешіксе, это уже бесполезно ол деген. Дисциплина болмаса, любой жерде не... Жұмысқа уақытылы келу деген жостық проблема ғой, негізі. Жұмысқа уақытылы келу деген бүкіл компанияның проблемасы сияқты. Әлі көрген, бүкіл сотрудниктер негізі, если так разобраться, былай қарағанда негізі сұмдық нәрсе. Біздің компанияда гендиректор біз жұмысқа келген кезде мен оларға түсінемін. Сен жұмысқа жұмыс істеймін деп ланжуға келген кезде сен менің проблемамды не решать етуге келген жоқсың. Сен өзіңнің проблемаңа келдің. Сен мысалы саған жұмыс керек, саған айлық керек, саған стабильность керек, өскің келеді сол үшін. Ал Баной сенің несін оған көмектесіп жатырмын деп, сендер маған міндет қылмаңдар деп, мен оларға түсіндіріп айтамын. Сен кетесің, сен орнына бөтен адам келеді. Жұмыс дұрыс істейгің келмесе, орынды босатып, дұрыс адамға ол орынды босат деп мен түсіндіріп айтамын. Если мынандай болса қалай, мысалы, ол адам жұмысынан кеш келеді, жұмыс уақытын. Бірақ эффективно жұмыс жасайды басқаларға қарағанда. Немесе кеш келеді, сәл кешірек қайтады. Бірақ оған, білем, таңертең 9-да келген вообще неудобно. Топ менеджерлер деп айтайық, мысалы. Не, у нас ондай гибкая система бар. Мысалы, бізде студенттер бар ғой, түске дейін оқып, сағат 1-де келеді. Сабақтан кейін 1-ден келіп, смена жатқанша. Ондайда гибкая система ондай бар, офиста да бар. Кейбіреулер бізде кейбіреулер 9-да келеді, кейбіреулер 10-да келеді, кейбіреулер мысалы 8-де келеді. Пробкада тұрмайын істеп, 8-ден 5-ге дейін жұмыс офиста істейтін ондайлар бар. Мысалы, садикті көмектесетін ешкім жоқ, балам 5-ге дейін жұмыс істеп, 6-ға дейін садиктен алып кеттің керек. Ондай бізде мысалы аналар бар. Соғанда біз оған келсеміз, өйткені өзінің жауапкершілігі болса, берген жұмысты, қолына алған жұмыс жақсы істесек, тексермесек, оны ұстап отырған. Конечно, ұстап отырған. Ондай сотрудникқа, мысалы, всегда послабление всегда есть. Это нормально.
бірақ біз оны тексермеуіміз керек. Өзі 8-де келіп, өзі уақытында кетіп, жұмысын дұрыстап істесе болды. Басқа ештеңе керек жоқ. Негізі менің отношение к сотруднику именно солай. Маған нешеде келсең де маған бәрібір, бірақ жұмысында қандай жұмысың бар, дедлайн белгілеп жүрсе болды. Менің байқағаным, ол көп адамдарға ол істемейді екен. Дисциплинадан бастап тексеру керек, ана қамшыны қолында ұстауың керек, тексеріп отыруын, қарап отыруың керек. Просто адамда жауапкершілік пен дисциплина болса болды. Жауапкершілік пен дисциплина жоқ та, сол болса болды. Жауапкершілік пен дисциплина ең бірінші, вообще любой адамға болайын деп, өсейін деп, адам болам деп, өсем деп, байым деп, жақсы өмір сүрем деп, бақытты болам десең, ол негізі бірінші не. Мысалы, 9-да жұмысқа бару керек па? 3-те сен әр адамның өзінің біріншіден биологический бар, әр компанияның өзінің уақыты бар. Бірақ дисциплина болмаса, әр адамның өзінің, мысалы, менде жұмыс 10-да басталады. Офиста ол жұмыстар 9-да басталады. Әр адамның өзінің дисциплинасы бар. Кейбіреулердің, мысалы, біз білеміз, сағат 1-де жұмысты бастайды. 12-ге дейін ұйықтайды. Ол да нормально. Бірақ олар деген эффективно сағат 1-де результат бар болса деген басса. 10-ға дейін, кешкі 10-ға дейін жұмыс істейді. Результат болса болды ғой, а дисциплина болмаса результат болмайды. Это точно. Қазақшаңыз керемет қой, Гүлбарназ. Сізде бүгін от возмущения, наверное. Энергия беріп жатыр. От настолько возмущена, что қазақ барынша сөйлеп. Ішіңіз бәрін уже еске салайық, бүгін эксклюзивно қазақша подкаст Гүлбан Майгарина бізге болып жатыр. Күшті. Негізі жастарға айтып жатырмын ғой, мен не үшін мен айтамын, ұрысу үшін емес, білім ретінде. Өзгеру үшін. Жастар сендер ертең келесіңдер, Ланжо болсын, любой бөтен компания болсын. Қай жерге барсаңдар да ең бірінші дисциплина, жауапкершілік и қолыңа алған ісіңді до конца несіне түбіне дейін жеткізіп бітіру керек. Бітірмесең, сен жарты жолда тастап кететін болсаң, сен бір компания, любой қай жерге барсаң да 100 000 теңге болсын, миллион теңге болсын, ол бәрібір болмайды. Ертең бәрі ондай адамның болашағы жоқ. Сосын ол кісі ғой, сосын бар ренжіп отырады. Не үшін менде солай деп. Именно сол үшін. Өйткені көп үйренем дегенге, Қазақстанда любой адамға үйренем болам дегенге любой жағдай бар. Ойбай, аға жоқ, көке жоқ, сол үшін мен ештеңе істей алмаймын, оның бәрі өтірік деген, ол бәрі отмазка, өз-өзіме оправдание, сылтау тауып істемеу үшін. А негізі істейм дегенге Қазақстанда негізі мен көп сыртқа шығып жүрмін ғой, именно Қазақстанда өте көп мүмкіншілік бар. Даже білім алам дегенге, ана YouTube-та ашып қарасаңыз, бесплатный курстар, даже любой адам, даже Маргулан Сейтимбаевтың қарасаңыз, YouTube-ын ашсаңыз, даже Ұлықбекті қай-қайсыны болсаң да, ешқандай ақша төлемей соны қарап былай үйренуге болады. Көп үйренуге болады, көп жерде білім бар. Қазір мысалы көп подкасттар қанша көп өте. Бізде отырып бөлісіп жатырмыз. Бөлісіп жатырық, и причем совершенно бесплатно. Біз мысалы бұндай деңгейге жету үшін қанша жыл өтті, қанша өз-өзіме білім, қанша ақша салды, қанша адам, қанша опыт құлап тұрып, оның бәрі ақша ғой. Даже отырған, осы жерде отырған уақытымыз ол ақша. Бәрі ақша. Ол бесплатно ештеңе жоқ. Тегін деген нәрсе ештеңе жоқ. Оның бәрі ақша. Менің уақытым ақша, сіздің уақытыңыз ақша. Бірақ осы жерде отырғанымыз, ана жігіттер бізді снимать етті, оның бәрі ақша. Бірақ біз сендермен тегін бөлісіп жатырық, соны алу білу керек. Біздегі проблема сол, қазір айтыңыз ғой. Ең большой үлкен проблема, даже неге анаған бардым деп, оқыдым деп келеді да, қолына қағазын ұстайды да, бірақ ала алмайды. Жаңа амбиция жақсы келіп, но істі соңына жеткізуді үйрену керек үлкен зат. Осы жерде сұрақ сізге, мысалы, Ланжо қазір қанша точкасы бар жалпы? Негізі 56, соңғы 6-ауын салынып жатыр. Бүгін мысалы кеше кешкісін Ташкентті аштық. Вау, бірінші точка Ташкент? Ташкентті бірінші точка, осы бір аптадан кейін екіншісін ашамыз, екеуін бірдей жүргізіп келе жатырық. Сосын алдында Алматыда бір точка аштық, Қарағандыда 2 апта бұрын Қарағандыда 2 точканы аштық. Ең соңғы 2 аптада где-то 6-ауын аштық. Жалпы 56 точка дедіңіз, 56, иә. Вот сонда соңғы 2 жылға қарасақ пандемия болып жатыр, январьский событиялар болып жатыр қаншама, да? Бұның бәрі именно хорика, ресторанный бизнес, гостиничный бизнес бәріне жаман әсерін беріп жатыр. Бір 5 жұлдыз гостиница бар, мен білетін, атап айтпай қойын. Айына 180 000 теңгеден номерлерін беретін болып кетті. Квартира даже одан қымбат тұрады.
вот сіздер наоборот өсіп жатсыздар. И бұл жерде Гүлбану Майгаринаның секреті қандай? Бұл жерде қалай болып жатыр олай? Біріншіден секрет, наверное, өзің ісіңе сенуің керек. Екінші секрет это, конечно же, команда. Сенімен жұмысқа, сен осы бизнесті құрып жатқан. Любой бизнес это команда. Команда саған сеніп, сенің артынан еріп, осы күнбе-күн жұмысты 24 сағат істеп жатқан. Мысалы, мен мына жерде отырмын ғой, Ташкентте жұмыс уже ашылып жатыр. Ташкентті мен даже былай көрген жоқпын. Тек орын таңдаған кезде, договор қойған кезде бардым. Қазір олардың бәрі өздері істеп жатыр. Сосын қорықпау керек. Жұмысың жүріп жатса, қорықпай істеу керек. Істей беру керек. Бізде проблема қандай? Біз көп сөйлейміз, ісімізді аз істейміз. Бағанағы проблема. Соны жеткізу. Да. А бізде Ланчжоуда именно біз бірдеңені істейміз деген кезде, қашан бұл шаруаны бітіру керек деген кезде біз кеше дейміз. Болды. Қашан істеуіміз керек деген кезде кеше де болды. Істейміз, істемейміз әңгіме жоқ. Бізде решение қабылдау, істеудің өте несі қысқа. Арасы ма? Арасы өте қысқа. Қазір мысалы біз қабылдадық па бірдеңен, любой решение қабылдадық, тап қазіргі кезде уже адамдар уже істеу бастайды. Сол үшін. Көп жерде бізде қате бар, көп жерде мынасы бізде команда жас, опыттары нелер жетіспей жатыр да, көп нәрсені үйретіп жатырық, өзімізді үйреніп жатырық. Бірақ соның именно скорость дейді ғой. Қазіргі уақытта скорость. Или сен істейсің, сенің орнына біреу істейді. Біз команда мысалы соңғы кезде үйреніп жатырық қой, команданы қазір көп білім жағынан өсіріп жатырық, көп үйретіп жатырық. Сол кезде, қазіргі заман кезде сен өзіңнің сотруднигіңді үйретпесең, бөтен бір үйретеді деп. Кетіп қалады. Потолокқа жетеді, кетіп қалады уже. Или оны сен үйретпесең, значит, сен бөтен бір үйретеді деп, сол үшін сен бірінші болуың керек. Бірінші болу үшін сен непрерывный кайдзенда бар ғой, непрерывный процесс улучшения. Постоянно жұмыс істей беру керек. Команда болсын, проект болсын, ресторан болсын. Оның ұзақ қой, оның негізі басынан бастап неткенде, үстінен бастап. Даже лапшаның жолы үлкен өте. Бірнеше қырғын адам бар, ол лапшаны тез алу үшін. Бірақ соның өзінде непрерывный процесс еді, біз соны шаршамай істей береміз. Күнде бір жұмыс істеген кезде шаршап кетесің ғой, көп нәрсені көрмей кетесің. Сол үшін шаршамау үшін өз істеген жұмысыңды жақсы көруің керек, сенуің керек. Вот определенный успех дейді ғой, мысалы, в чем успех нашего проекта, да? Біз өзіміздің істеген ісімізді жақсы көреміз. Ана қонағымыз жақсы көреміз. Ана қонағымыз күліп мәз болса, бізге риза болса, біз одан 10 есе ризамыз. Өйткені біздің ісіміздің признание бар дейді ғой, соған ризамыз. Сол команда, жаңа айттыңыз ғой, ана мақтаған кезде, ана жердегі жігіттер қандай мәз болып, риза болып, еще сорпа қойып дополнительно. Сол мелочь, а негізі есте қалды заты айтып отырмыз. Күнде-күн бір жұмысты істеп отқанда 100-500 мың лапша беріп отқан кезде, бір адам келіп мақтап кеткен кезде, олардың өздерінің ішінде деңгейі қалай көтеріледі. Мен Ланчжоуда істеп отырмын деп, өз-өзіне риза болып, өз-өзін көтеріп, жұмысқа барған кезде соған как это гордиться дейді ғой. Мақтанады. Мен осындай Ланчжоуда жұмыс істеп жатырмын. 56 точканың қаншауы франшизамен? Или сіздер тек өздеріңіз? 2-3 где-то франшиза. 20 шақты өзіміздікі, қалғаны франшиза. Қалған франшиза, иә? Франшизаның условия, средний окупаемый периоды қандай? 1,5 жыл. 1,5 жыл. 1,5 жыл. Где-то проектынан байланысты 1 жылдан, 1 жыл, 1,5 жыл, есть чуть дольше. Франшизаның бағасы қанша тұрады? Неге байланысты болады? Франшизаның бағасы байланысты біріншіден ол команда. Мысалы, паушальный взнос салған кезде ол білу керек, мысалы, 40 адам жұмыс істейді. Ол жерде біріншіден бастап юристтер бар, договордан қарайды. Екіншіден отдел развития именно орын таңдайды. Архитекторлар бар, которые ана проектін сызып береді. Минимальный квадратура. Да, адамдар бар, оның бәрін тексеретін, оның бәрін оборудование заказ, команды үйрету, ашу, стандартқа үйрету, оның бәрін ана жаңадан келген адамды бәрін үйретіп, даже ақша жағынан ретінен, производственный учет жағынан ретінен, оның бәрін үйрету керек, соның бәрі ол жұмыс. Сол үшін төленеді. Дайын процесстерді қолымызда ұстап отқанның өзінде, ана партнерға оны қолына ұстату үшін ол үлкен уақыт, үлкен жұмыс. Біз кем дегенде үзбестен 6-8 ай жұмыс істейміз. Адам франшизаны алғаннан кейін. Да, үзбестен тексеріп қайта-қайта.
содан кейін уже жеңілдейді, олар өздері тай бастайды, бірақ соның өзінде постоянно көзімізді сол жаққа қарап, не болып жатыр, қалай болып жатыр, обороттары, пайдасы қандай, соның бәрін қарап отырмыз. Біз жақсы көрермендердің арасында адамдар сенімдім бар екеніне, даже менде уже бар, таныстарым маған алдын ала айтты, ашқымыз келеді, франшиза бар болса, қандай требованиялар сұрашы деді. Вот квадратура бойынша, инвестиция бойынша. Франшиза, по-моему, деген сайт бар. Сол жерде бәрі жазылған. Инвестиция, по-моему, 70 па, 80 миллион ба, соның маңайында. Ол недвижимостьтен бөлек, иә? Недвижимостьтен бөлек өтсе. Оборудованиеден бөлек деген. Оның ішінде бүкіл жұмыс аренда, бір айлық команданың айлығы, арендасы, рекламасы, маркетинг, вывеска, оборудование, оқыту ішінде бәрі кіреді. 80 миллион деген кезде, мысалы, 75 па, 80 сол қарау керек, қазір өзгеріп жатыр ғой баға, цифрда қайта-қайта. Иә, ол қазіргі таңға актуально, и то сіз примерно айтқаныңыз. Именно надо уточнить. Ол 400 квадрат ресторанға есептелген нәрсе. Оның бәрін қарап, оның есептеу керек, көру керек, бірақ үлкен жұмыс істелінеді. Көрінеді, былай қарап, франшизаны алсам осылай ғой деп. Бірақ негізі егер де 1,5 жыл окупаемый болса, ол өте керемет деп ойлаймын. Конечно, керемет. Өте керемет, 1,5 жылдық. Даже одан да қымбат ресторандарды білем, которые өткен просто ремонтны 150 миллион теңге кетірді, караоке ашты. И қадалып жатыр қазір. Ештеңе жоқ, аты да жоқ, бірақ қымбат қылып ашты, сөз жоқ, қымбат. Бірақ ол сияқты караокелар өте көп. Біз негізі тек қана тамақ ішетін неміз ғой, біз арақ, шарап сатпаймыз, тек тамақ ішетін жер, тез тамақ ішетін жер. Сол үшін адам көп жүретін жер. Вот Ланчжоуға ұқсайтын проекттер көп ашылды ғой негізі, Алматыда жалпы әлі де бар негізі. Бірақ Ланчжоуда сейт көп. Ланчжоу оларға қарағанда ірірек та. Олардың не үшін оларда продажа ондай қатты күшті емес, чем Ланчжоуға қарағанда? Олар точкасы кішкентай, Ланчжоуда 400 квадрат. Негізі уақыты келеді ғой, любой проект атты өзі начинает именно тебя работать. Ланчжоудың уже қазір мысалы өзінің аты бар. Ланчжоудың адамдары кім бір рет болды, сыртта жүрген кезде, бөтен қалаға барған кезде, Ланчжоуда көрген кезде сол жерге барып тамақтанады. Бренд дейді ғой? Сол арқылы. Мысалы, KFC-ға барғанда біз білеміз не күтіп отырмыз. Ланчжоуға барған кезде де тап солай. Қанша уақыт кетті ол нәрсеге соған? Ат жинауға сондай. Ат жинау біз өте тез өстік қой, 1 жылдан кем шығар. 2 жылдың ішінде бізде уже пандемияға кірген кезде, как раз ровно 2 жыл болды, бізде уже 16 точка болды. Сол үшін атымыз тез өсіп кетті. Халықтың өзі көтерді ғой бізді. Былай қараған кезде, бірінші франшиза сұрап келген кезде 3 апта өтті. 3 айдан кейін уже адамдар толып тұрды, очередь постоянно тұрды. Оның бәрін істеген халықтың өзі. Реклама жағынан, мысалы, Инстаграмға видео түсіріп, өздері бір-біріне чатқа жіберіп, Инстаграмға жіберіп, сторисқа шығарып, оның бәрін рекламаның бәрін өзі халықтың өзі. Мен почему-то Ланчжоуда китайский ашы деп жүрмін. Өйткені бірінші 2019-да Атакентте соқты барып іштім. Мен достарым алып барды да, соған жүріп бар Ланчжоуда енді көрейік деп. Барған бір китайстар тұрды, администраторлар. Бір китайстар тұрды. Китайстар келіп бізге бизнес істеп жатыр екен ғой деп қалдым мен. Көбісі сөйтіп ойлайды, не үшін? Біздің қазақ өйтіп бизнес жүргізе алмайды деп ойлайды. Может, Инстаграмнан жоқ шығар, содан мен көрмедім. Ұйғыр деді, дүнген деді, Қытай деді, көп, бірақ қазақ істейді деп өте таңғалды, әсіресе әйел екен, өте таңғалды. Бірақ мен қытайлықты көрдім да. Негізі былай қарап отырсаңыз, қазақтар тамақ жағынан ешқашан мықты болған жоқ қой, бізде ондай қанымызда жоқ нәрсе. Сол үшін қазақ сөйтіп істей алады деп ойлаған жоқ. Бірақ кім айтты, біз істей алмаймыз деп. Өзіміздің қарапайым қазақтарымыз істеп тұр ғой. Мысалы, көп адамдар сол өзіміздің қарапайым қазақтарымыз осы бизнесті алдыға жүргізіп жатқан, істеп жатқан өзіміз ғой, Қазақстанның адамдар. Негізі мен ойымша дұрыс болды. Қазақ емес, Қазақстанның адамдары. Сол үшін кім айтты, істей алмайды деп. Істеп көру керек, басу керек, қорықпау керек. Біздің басында жұмыс істеген кезде маған өзімнің бір поварым, менің мықты поварым, сол айтқан кезінде ешқашан қазақ өйтіп жұмыс істей алмайды деп. Мен өзі ертең көресің деген. Ертең көресің. Кім айтты, қазақ жұмыс істей алмайды. Керемет. Ол негізі Қытайдан келген өзіміздің қазағымыз. Жұмыс істеген кезде көрдім ғой, байқадым, біздің жігіттермен жұмыс істеп шаршап кеткен. Сол кезде айтқан, ешқашан біздің қазақ өйтіп істей алмайды деп. Ертең көресің дедім. Именно біздің қазақ осы сыртқа да шығарамыз, елге де, әлемге де шығамыз, именно біздің қазақ соны істейді деп. Сол кезде қазақтарда керемет продукттар бар. Собрание болған кезде жұмыстан кейін екеуміз тасып қалғанбыз. Көресің ертең деп. Сол кезде қазір мысалы біздің жігіттер өз-өзін
намысынан нетіп өзіне ұстаған кезде мақтанады. Біздің қазақтарымыз, Қазақстанның адамдары соны істеп жатыр ғой. Супер. Кім айтты істей алмайды деп, істей аламыз, мен істеп жатырмын, көріп жатсыңдар. Прям алып тұр шапалақ ұрып. Ташкентке барып істеп жатыр ғой, біздің қазақтар ғой, біздің Қазақстанның адамдары. Қазір мысалы ашып жатқан франшизаны алған қазақтар. Жоқ, өзіміздікі. Франшиза емес қой. Сіздердікі. Экспансия бірінші қадам өздерін тексеру керек. Да. Бізде де сондай мақсат, промотейміз шығару Америкаға осы IT продукт ретінде. Так что сіз сияқты ертең отырайық, біз мені кім айтты, біз істей алмайды деген Америкадан. Мен кім айтты, істей алмайды деп. Күшті, керемет. Негізі біздің қазақтар қазір мысалы өзіміздің командамыз аяққа жұмыс істеп жатқан кезде олар айтады. Жай басады, жай істейді екен, асықпайды екен, жай сөйлейді екен, өздері сондай екен деп. Біздікілер ертең үйренген ғой, тез істеп тастап, нетіп тастағанға. А ол жерде ритм жизниден олар бөлек екен, асықпайды. Сол үшін есть моменты, біз барған кезде, орын іздеген кезде маған сөйтіп коммерческий директор деді ғой, именно торговый центр айтқан, сіз түсінесіз ба, білесіз ба, сіз Ташкентке келіп жатсыз, біз тамақ жағынан мықтымыз, өзіміздің конкуренция бияқтан мықты деп. Мен сол кезде айтқаным, біздің тағам бұл жерде жоқ, бізге конкуренция Ташкентте, вообще Өзбекстанда мүлдем жоқ деп. Мықты екенсіз деді сол кезде, қалай қорықпайсыз деп. Неден қорқам, мен өз проектімді білем. Бізге конкуренция сіздерде жоқ деп мен сөйтіп беттеріне айтқам, сол кезде олар таңғалған. Жақта шынымен ондай жоқ, ол жақта лапша жоқ ондай. Бір проект ашылды, бірақ тамақтары бөлек. Сосын олардың лагмандары да бөлек, мантылардың. Біз негізі өзіміз бөлекпіз. Біз деген тек қана тамақ емес қой, бизнес процесс ретінде, адам ретінде, жұмыс ретінде бізде все по-другому. Сол үшін қазір это тоже конкурентное преимущество. Фудтех деп айтуға бола ма, или ерте ма? Сіздер осыған бара жатсыздар ма? Додо пицца сияқты, Федор Овчинников, керемет өзінің продуктын паковать етіп, фудтехқа. Болашақта арманда, болашақта цель дейді ғой, соны мақсат ретінде қойғанбыз. Бірақ оған келе жатырық, бірақ өйтіп айтуға әзір ерте. IT жағынан қандай сіздер уже әрекеттер жасадыңыздар? Енді бастап жатырық. Дұрыс адам таба алмай, команда. Қандай план? Адам іздеп жатыр. Адам ғой, как всегда адам. Да, кім істеп береді деп. План негізі ана Додо Овчинниктің несі платформасы бар ғой. Болашақта біздің арманымыз тап сондай платформаға тұру. Өйткені бізде уникальный продукт еді, өзіміздің лапшамыз бар. Если еще уникальный, сол өзіміздің платформамыз өзіміздікі болса, сол кезде қорықпай 200-300 мың точка ашуға болады. Қазір жұмыс істеп тұрған кезінде біз где-то 100-ге жеткеннен кейін ба тоқтап қаламыз, өткен не үшін? Оның бәрі адамдар басқару, тексеру, оның қолмен жұмыс істеп отырып, ұзақ істей алмайсың, қазір уақыт бөлек. Сол үшін ол негізі IT решение, это вот как это? Қалай біз лапша істеп жатырық, тап солай сол керек нәрсе. Дододан адамдар саған сөйте алмайсыздар ма? Додоның адамдары бөлек мүлдем. Біз біріншіден адамдарды өсіріп жатырық, екіншіден оның бәрін істеп жатқан айтишниктер ғой. Иә, сол айтишниктер. Хантит еткен кезде мен ондай методтен мен қарсымын. Не үшін? Не үшін? Бүкіл үлкен корпорациялар сол істеп жүр ғой. Бүкіл үлкен корпорациялар бірін-бірінен аңдап жүріп. Біз өйтіп істемейміз. Осылай қызығырақ қой, солай қызығырақ қой. Жоқ, өйтіп менің ойым жұмыс істегесін таза істеу керек. Ана сырта ол мысалы хантит еткен кезде мысалы тот же Овчинник мысалы бірнеше жыл ол сотрудникті үйретіп, оған ақша салып, білімге бірнешеге жеткізді. Оны мені келіп дайын адамды алып кетем. Ол дұрыс емес. Ертең тап солай, менде де сөйтіп істейді. Мен өзімнің үйреткен қаншама білімімді салып, сондай адам сөйтіп алып кетеді. Сол үшін мен ешқашан өтіп істемеймін. Одан ондай методтан негізі мен қарсымын. Мен өзім білуім керек, не керек екен, қандай продукт керек екен, продукт білгеннен кейін барып, қандай болу ТЗ дейді ғой, сосын барып уже іздей бастайсыз. Ол жерде хантит еткен кезде мысалы сіздің ешқандай кінәңіз жоқ қой, сіз бардыңыз, ол адамға оффер айттыңыз, ол адам келсе, значит, ол Федордың ошибкасы, что ол командасын дұрыс істей алмады. Если мы не обучим, то кто-то другой обучит, да? Это бизнес. Все-таки это не бизнес, это этика. Этика должна быть в любом случае, олай болмайды, категорически нельзя. Этика, она должна быть, должна присутствовать. Мысалы, біз өзіміз владельцы бизнеса оны сақтамасақ, сол этиканы. Ол жерде, мысалы, представьте, сол кезде, мысалы, біздің жұмысшыларым не істеу керек сол кезде. Даже біз оны істемесек. Сол үшін тазалыққа біз өзіміз қалай біз тазалыққа үйретеміз, өзіміз таза жұмыс істемесек. Это прямая трансляция вниз. Образец өзің болуың керек. Конечно. Біз деген мысалы сөзбен былай сөйлеп отырып, іске келген кезде
бөтен нәрсе істесек, біздің үйреткеніміз оның пайдасы да қажеттен нөл. Ештеңе тұрмайды. Сол үшін біз неменеге үйретіп жатырық? Тап солай өмір сүріп, тап солай жұмыс істеуіміз керек. Менің ойым солай. Қалай қиын болса да, ол қиыншылықты өту керек. Ол ең оңай іс, мысалы, дайын адамды, біреу үйреткен, біреу неткен адамды дайын үйретіп алып кету. Ол мысалы, біз іздеп отырып, таза несінде агентство болсын, хедхантер болсын, таза адам өзі келсе, сол кезде ол дұрыс. Кетем деп отқан адам, ол по-любому кетеді. Бірақ ол өзі келу керек, мен оны компанияға барып суырып алмауым керек. Ол дұрыс емес. По-любому я категорически против, и я так не делаю, по сей день так. Негізі білем, мысалы, біздің коллегалар ресторандарға барып, мықты официанттарды көріп, оған записка тастап кетіп, алып кетіп. Мәссаған, ондай да бола ма? Конечно, болады. Біз қалай іздейміз? Біз Қазақстан кішкентай ғана ғой, 20 миллион адам ішінде жұмыс істейтін 11 миллионның ішіндегі шынымен жұмыс істейтін да еще одан да аз. Сол үшін біз көп емеспіз ғой, сөйтіп айналып сөйтіп жұмыс істейді. Управляющий директор сөйтіп нетеді, мысалы, қанша адамдарды Ланчжоуда көбісі сөйтіп кетіп қалды, біреу алып кетті. Кейбіреулер, мысалы, мені одан 2 есе көп ақша, бірнеше көп ақшаға шақырып, бірақ мен барған жоқпын, кейбіреулер кетіп қалып отыр. Это же нормально. Любой кететін адам, это нормально. Біз үйретіп біреу кетіп қалса да, әр адамның өзінің қабілеті солай ғой. Біз, мысалы, өскіміз келеді. И каждый ищет место под солнцем лучше. Это нормально. Как это? С легким сердцем оңай жібере беру керек. Оның орнына по-любому жақсы адам келеді. Соған сену керек. Біз сөйтіп жұмыс істейміз. Ренжімейміз. Қанша адам үйретіп отыр, бізден үйреніп шығып кетіп, одан көп ақша тауып, одан жақсы орын тауып. Батаңызды беріп шығарса аласыз. Конечно. Қалай? Ну, мен сіздерге ренжісек тек қана ренжіп отыра береміз ғой. В обидах закопаемся. Ну, давайте, иншалла, қолдарыңыздан келсін, прям додан күшті болатындай проектіне сенімдімін. Біздің қазақстанский продукт ретінде. Біз ешкіммен додан күшті болады деп айта алмаймын. Біз өз жолымызбен, өз сегментімен, өз немен жүреміз. Көреміз қалай болатынын. Енді сұрақ сізге уже Алматы туралы. Алматы қазір дамып жатыр бізде. Стратегия развития города дейді ғой. Осы сізге жалпы қалай, енді сіз постоянно новый точкалар іздеп жүрген адамсыздар да, білесіздер. И осы Алматы дұрыс құрылып жатыр ма? Сіз не өзгертетін едіңіздер жалпы? Такой немножко general большой вопрос. Ең үлкен күнде айтып жатыр ғой, это экология. Это пробки, это экология, это прям үлкен проблема, өйткені оның бәрі денсаулық. Бізде ең бірінші керек, бізге любой адамға ол денсаулық. Сол жағын дұрыстау керек. Ана мысалы Аль-Фарабида жылжу үшін қанша машина тұр? Қанша уақыт кетеді, қанша выхлопной газ. Даже выходной күнде. Да. Это очень большая проблема, это надо прям решать. Басынан бастап, когда архитектура города закладывалась, это не предусматривалось под такой поток. И сейчас это большая. Это в первую очередь надо решать. Я не знаю, как дальше жить. Қазіргі кезде да, мысалы, уже люди выстраивают свою жизнь, жұмысы, үйі, садигі, мектеп, бәрі жақын болып, сыртқа шықпаймын. Мен, мысалы, өзім күндіз встреча қойсам, тек қана жақын жерде шыққым келмейді, өйткені бір шықсаң жарты күн кетіп қалады, бір жерге барып келу үшін. Қанша уақытың жолда кетіп қалады. Оның бәрі уақыт, оның бәрі ақша. Көп нәрсені үлгере алмайсың. Ол үлкен проблема. Енді көреміз, қазір жаңа Қазақстан деді ғой, жаңа депутаттар сайланып жатыр. Бүйтеміз, қатырамыз деп жатыр, бірақ. Вот осыған орай да, осы екінші сұрағымды дайындап жатырмын да сізге. Қазір көп бизнесмендер, именно бизнесмендер республика партиясы деп тұрып құрып жасап жатыр ғой. Сырымбектау, Әлібеков те, Шонбай да бағана. Сізді шақырды ма соған, или сіз өзіңіз онда депутаттыққа қалай қарайсыз? Неге сіз сайланбайсыз мәжіліске? Сізді адамдар біледі, проектіңіз бар, инфлюенсерсіз мысалы. Тем более әйел адамсыз. Ол жақта әйел бизнесмендер мен ойымша жоқ ау. Смотрите, бизнес и политика негізі совершенно радикальные вещи. Абсолютно вообще разные. Адам қолынан жақсы не келеді, соны істеу керек. Мысалы, менің ойым, мен өзімнің бүгін істеп жатқан ісім, сол жерде пайдалы, даже мемлекетке болсын, адамдарға болсын, жұмыста болсын, ол максимум результат деді ғой, мен сол жерде. Ояқта мен бірдеңе істей аламын деп, мен оған көп сенбеймін, өйткені ол үлкен механизм, үлкен машина, и другие силы, другие знания нужны. Ол жерге кәдімгідей дайындалып бару. Да, я, мысалы, республика
партия өте мықты, ол жерде мықты біздің бизнесмендер жігіттер кірді. Мен шынымен сенемін, олар жас болғасын, қаны бар, энергия бар, уақыты бар, как это, порыв есть уж менять. Я уверен, что что-то действительно будет получаться, и я готова поддерживать таких людей. Бірақ өзім барам деп, біз өзіміз бизнес ретінде өте жаспыз. Көп нәрсені қайта үйреніп, өзіміз істеп, үйретіп, команданы үйретіп, өте көп мияқ жағынан жұмыс. Қай жерде фокус, сол жер мықты болады. Мен ертең аяққа кетсем, бизнестің қалай болатынын ешкім білмейді. Сол үшін бизнес жағында мысалы 2000 адам жұмыс істеп жатыр, оған да жауапкершілік қой. Оған да көп нәрсе, көп бөлім, көп білу керек. Любой бизнес біріншіден бастап энергия арқылы жұмыс істейді. Сіз мысалы білесіз ғой, сіз ертең мысалы қалай сіз мықты жұмысты қоймасаңыз да, сіздің энергияңыз өшіп қалса, сіз өзіңіз шаршап қалсаңыз, бизнес жүрмей қалады. Қандай болса да, қалай керемет управленческий жағынан бүкіл бәрі жұмысты қойғанның өзінде де сізде энергия болу керек бизнесті алдыға басу үшін. Тем более фаундер болған екен. Конечно. Любой бизнесте ол алдыға жүру керек. Біз бір уақыт бір нәрсе тұрып қалсаңыз, түсінуіңіздер, значит біз артқа кетіп бараттық деп. Өйткені өмір, әлем, жұмыс ешқашан тұрмайды, или алдыға жүреді, или тұрып қалғандар, значит артқа басып баратқан деген сөз. Прогрессия енді осы жағынан мен қарсымын. Өз-өзіме мысалы мен ойлаймын, мен ондайға дайындық, даже моральной подготовки такой нет. Өйткені в первую очередь бизнесмен ол деген свободный человек. Біз еркін жүруге үйренгенбіз. Еркін жұмыс істеуге, еркін адаммен сөйлесуге, остап осы жерден шығып кетіп, мен былай істеймін, жоқ былай істеймін десем, ол өзінің білім, өзімнің өз билігім өзімде. Біреуге билеуге өте қиын. Мысалы, сол бизнесмендер, мен оларға өте ризамын, өйткені ол жерге бар жұмыс істеу ол оңай емес. Конечно, қанша фокус и камерамен күнде жүресің, и ты должен отвечать за свои слова, бәрін көрсетесің. Да, со всех сторон ответственность очень большая. И у нас стартап сол қыздарға, жігіттерге соған барған үшін, соны істеймін деп жатқан, соншама еңбек етіп жатқанға өте ризамын, өйткені бизнес жағында ол бір жұмыс, ар жақта ол бір жұмыс. И я уверена, бизнесмен не үшін ол жерде эффективность болады. Біз деген үйренгенбіз ғой. Соңына дейін бітіруге. Минимум уақыт, минимум энергия салып, максимальный результатқа жету. Біз деген екі ортада бейтіп жүре алмаймыз. Өйткені тез деп істеп тастап, внимание, результат қалып шығу. Поэтому так. Ол партия енді осы өзгерістерден бір определенный бір өзгерістер күтудесіз ба? Мынандай болса екен деп. Айтып отқан кезде қазіргі мысалы істеп жатқан қалай предвыборная программа дейді ғой, программалары жақсы, бүкіл Қазақстанды өтіп, бәрін өтіп жатыр, халықтың қандай боли, проблемалар қандай білуан, соны көріп жатыр. Бизнес жағы ретінде олар мысалы адамдармен жұмыс істегесін ол жағында олар біледі. Сол үшін көбінесе самое главное өту ғой, білгеннен кейін қалай шешім қабылдау керек екен, не істеу керек екен, я так думаю, уже будут решать. Тот же розничный налог, мысалы, через ассоциацию біз бір жылдан артық қанша тарттық, да, сосын барып бізде көп адамдар жолда көмектесті, басынан бастаған кезде, шынымен мен өзім сол розничный налог, реселер өздеріне 6% қылып істеп алды ғой, біз соған қарап неге істей алмаймыз, бізді де өтелат деген кезде мүмкін емес, именно общепитқа розничный налог мүмкін емес, біз істеп бетімізге күліп айтқан болмайды, даже бастамай қойыңыз босаңыз деп. Сол кезде мен ойлағаным, айта беріңіз, өзіміз істейміз. Шынымен болды ғой, алла жолын салды, істедік. Сіз ассоциация қазір общепиттің айтып жатсыз, өздеріңіздің. Мен осы уақытқа дейін председатель болдым, қазір орынды бердім, өткені бизнес жаққа қарай көп нені салым. Өткені қазір розничный налог кіргеннен кейін біз кезінде уәде бергенбіз. Розничный налогты бізге берсеңіз, бүкіл коллегаларымызды ресторанда бәрін соған қосып, объявление дейді ғой, каждый чекті неткеннен кейін барып, үкіметке налогты именно поступление көбейтеміз деп. Ол үшін әр бизнестермен біздің рестораторлармен сөйлесіп, не үшін қалай, оның пайдасы қандайды түсіндіріп, оның бәрін ол үлкен жұмыс. Сол үшін мен оған менің күшім әлім жетпейді, мен өзімнің бизнесім бар, сол үшін председательдан кетіп көмектесем, бірақ системно ретінде жұмыс істеу үшін оның бәрін тастап соны істеу керек. Менде ондай уақыт жоқ. Жаңа айтып жатырмыз ғой, инфлюенсерсіз деп. Вот соңғы
осы жаздан бастап по-моему бір жылдай жарты жылдай болды өзіңізге личный бренд жүргізіп жатқаныңызға. Оған не себеп болды? Или какой-то бір мақсат бар ма соңында жүргізуде? Ешқандай мақсат емес, ол деген негізі бывает же, күнде істеп жатқан жұмысын қалай личный брендқа келіп қалғанын байқамай қаласың. Здесь, наверное, здесь было то же самое. Это как веяние времени, необходимость дейді ғой. Сіз өзіңіз айттыңыз ғой, мысалы, мен ойлаған жоқпын, оның артында қазақ тұрып Қытай деп ойладым. Мысалы, қазір Ланчжоудың артында мына тарелка лапша дейді ғой, артында бір өзіміздің адам кім бұны істеп жатқанын білген кезде лояльность гостя дейді ғой, сенеді сол кезде. Даже қандай қате болған кезде кешірімді болады. Өйткені түсінеді, еңбек етіп жатыр, көп нәрсе істеп жатыр, бірақ біз бүкіл жерде адаммен жұмыс істейміз ғой. Қазір мысалы ана жігіт сөйтіп қателесті дегенде сіз ренжіген жоқсыз, сол жерде ғана проблеманың бәрін шешіп, сол жерде ғана қалдырдыңыз, бәрі риза болды, өзіңіз де риза болдыңыз, настроениеңіз көтеріліп, команда болды. Сол жерде ана жігітпен де сөйлесті, сол жерде проблема мысалы шешілді. Сол үшін білген кезде бизнесқа именно личный бренд өте көмек. Өйткені мысалы біз ана қаңтардың событиялар болған кезде біз сол кезде тамақ қанша 7000 порция тамақ істедік па, бірнеше күнде. Сол кезде ойлаған жоқпыз ғой, қандай бізге халықтан бата ретінде, көмек ретінде қайтып келетін. Өйткені сол кезде январь қаңтарда бәрі жабық тұрған кезде біз жұмыс істеп тұрдық, рахмет ретінде халық барып сол жерге тамақ ішті. Именно сендер сөйтіп көмектестіңдер, сол көп рахмет деп, мен мысалы сол жерге барып, қанша маған мысалы инстаграмға, личкаға сурет жіберіп, мен сізден мысалы отырым, тамақ ішіп отырым, батасын беріп, көп сізге рахмет, но менің сізге көмегім болсын деп, сізге барып тамақ ішіп жатырмын деп. Ол это тоже біз бас істеген кезде ойлаған жоқпыз, бірақ бізге сөйтіп қайтып келді. Обмен. Обмен с превышением. Этот инструмент я очень сильно сейчас использую. Қазіргі кезде, мысалы, бүкіл істеп жатқанымызда маған сөйтіп қайтып келеді ғой деп істемейміз, деп отдаешь. И оно все равно возвращается за счет той же узнаваемости, когда каждый знает, кто стоит за тарелкой вообще. Вот я же к вам пришла, вы же написали, это то же самое, это же узнаваемость. 19 жыл, мысалы, сіз білген жоқсыз. 19 жыл, иә. Қазір бөліп, наоборот, уже мен лояльность наоборот көбейді, өйткені қазақтың продукция дегенде. Қытай тамақ болғанымен қазақтың продукция, мен мысалы осы жақында жалпы қазақ пост жаздым ғой, не үшін көп сұрайды ғой, не үшін сіз мысалы қазақ тамақ дайындамайсыз, қазақ аты Қазақстан, қазақша. Иә, осы сұрақты қояды көбісі. Ол бизнестің заңы ғой. Бизнестің заңы. Қалай мысалы Қытайдың тамағын қазақтың названиесін қойып, мысалы потребительге беруге болады. Сіз мысалы түсінбейсіз ғой, ол бизнестің заңы. Нейминг дейді ғой, ол үшін түсіну керек. Сіз уже экспансияға дайындап шығарған сияқтысыз. Конечно, жүрмейді. Қытай аты болғанымен, бірақ негізі бренд Қазақстандық. Соны түсіну керек. Сол үшін мысалы даже Додо пицца. Додо и пицца қайғасы болса да, мысалы, осының аты емес қой. Әлемге шығару үшін, именно аты осындай болғасын. Ол мысалы тез таралды. Франшизасы ең көп пиццерия әлем бойынша. Африкадан бастап Қытайға дейін ашылды. Түсінікті, мысалы Додо пицца дегенге сіз не үшін бар жатсың? Ол жерде пицца сатылады. Основной тамағы пицца. Ланчжоу деген не үшін? Мысалы Ланчжоу ол лапшаның несі шыққан жері өзінің. Сол қалада, мысалы, кішкентай қала болғанымен, именно сол жерде туған жері шыққан 200 жыл бұрын сол жер. Сол үшін, мысалы, Ланчжоу деген кезде, әлемге шыққан кезде, любой Қытай болсын, дүнген болсын, даже өзіміз болсақ, білеміз, мысалы, сол жерде лапша сатады. Если лично брендик керемет зат, мен Федор Овчинникті, мысалы, мықты айтишник ретінде білем, и бүкіл посттарын оқимын. Мысалы, мен достарым бар, тоже айтишниктер, Федорды қатты сыйлайды. Олар тұрады да, мысалы, Әлібек алды да, өзінің ата-анасына 2 франшиза алып берді. Біріншісін алып берді папасына, құр жатпай, сізге франшиза деп, соны алып берді, пиццерия ашып берді, осы Алматыдан. Потом біраз уақыттан кейін екіншісін ашып берді. Ол да айтишник, и Федор өзінің личный брендинг жақсы жүргізеді да, жүргізіп жатыр, там ойына келген бәрін жаза береді, и бүкіл форумдардан қалмайды. Сол үшін личный брендинг негізі күші өте мықты екен. Осыған да прям андай папасы да еще ол үлкен кісі, жасы 60-тағы шамасы, ол франшизаны алды, ана жерге там заттарын саласың, себестоимость продукта полностью санап береді екен. Это классная тема. Фудтех ол нағыз. Вот осыған дейін уже бару керек сияқты, да, ол
мен ата анам алып бергім келіп жатыр мысалы ланжоу сол сияқты да. Да. Но опять-таки IT четкий болып сөйтсе. IT это за IT будущее. В любом случае, кто IT будет внедрять, болашақ именно сол компаниялар болашақта өсетін именно солар. Бүкіл салада финтех, медтех, фудтех, бәрі эдтех. Да. Тектех. Это обязательно. Ол жағынан даже ешқандай сомнение болмау керек, даже қазір IT қосам ба қоспайым ба деп отқандар, сомнение ұстап отқандар 100% білу керек. Болашақта өсем десеңіз. Кеше істеу керек. АБР-ді қазір істеп жатыр, қиын болып жатыр оларға. Кеше істеу керек. АБР істеп жатыр, қиын болып жатыр. Біз енді бастап жатыр, кіммен жұмыс істейтінімізді білмей жатырық сол. Өйткені өте қиын. Сіз мысалы неге маған қиын ол? Мен IT жағынан өте нашармын, түсінбеймін. Сол үшін мысалы мен Федор Овчинников ол өзі айтишник болғасын, оған жеңіл, ол түсінетін екен. Маған мысалы қиын. Маған мысалы 100 ресторан ашып бер десе, мысалы любой жерден ашып беремін, қалай болу керек, тамақ қалай істелу керек, адамдарды қалай бәрін, операционный частынан мысалы өзім істегесін, өзім білемін. Басынан аяғына дейін. Любой операционканы, любой ресторанды нетіп беремін. А именно IT жағынан маған қиын. Сол үшін бізде басу қиын. Қазіргі кезде кішкене басымды сояққа салып, маркетинг жағынан, образование жағынан осы жылы өте көп соған вниманиеді бөліп жатырмын. Өйткені менің түсінгенім, біз владелец ретінде біз өзіміз соны бастамасақ жүрмейді екен. Не үшін мысалы әлі дейін IT платформа басып жүрмей жатыр, өйткені менің түсінігім жоқ. Түсінуге намерением аз. Сол үшін ол жүрмей жатыр. Енді сол намерение көбейтіп, внимание сояққа максимально салып, не үшін керек екен, қалай істеу керек екен, сөйтіп мен түсінсем, сол кезде барып менің түсінгенім фокус сояқта болса, сол үшін барып әлемді, аллада бәрі жолын соған тастап, керек нәрсені, керек адамдарды жолға қойып, керек знаниеті бөлімді біліп, бәрін өзінің жолын салып береді екен. Сол үшін соған енді фокусты сояққа биыл солай. Хотя бір шешім қабылдап, бір кіммен жұмыс істейміз, қалай болу керек екен. Хотя сол шешім қабылдағаның өзі өте үлкен жұмыс. На входе все равно с кем-то начнешь работать, так и получится. Мысалы, өзіміздің Ланжоудың сайтын, несчастный какой-то сайт, уже у нас 5-й сайт, который мы делаем. Это нормально. 5-й сайт мы делаем. Это же какая мне может быть там платформа, когда я сайтом разобраться? Понимаете, это же действительно проблема. Я себя четко осознаю и понимаю. Как минимум, маған бір мықты адам керек, соны сол жағын алып, түсінетін істей алатын. Это уже сигнал всем, что открыта такая вакансия. Ну, с маркетингом 2 жыл болды ғой, маркетолог іздеп жатқан. 2 жыл. Қанша үйретіп жатыр, нетіп жатыр, на самом деле понимание. Маркетинг не екенін как такового нет. У нас у всех понимание маркетинг, Инстаграм, Таргет, сайт, приложение. Это думаю, что это маркетинг. На самом деле это не маркетинг, это всего лишь инструменты. Да. А у нас все думают, что вот это вот маркетинг. Он вот это умеет. Маркетолог дейді ма? Да, именно маркетолог тем келеді ғой, мен үйттім деп. Керемет. Сізде қазір Ланжоу қатты өсіп жатыр. Мен Шаекиннің подкастын тыңдадым да. Сіз бір квартираларыңызды сатып, сол бірінші точканы ашқан екенсіздер, да? Ең осында. Вот ары қарай уже там барлық очередной точкалар не франшиза. Олардың бәрі инвесторлармен ашылған проекттер ме или банковские? Нет, без на этот реинвестирование, без тапқан ақшаны заново реинвестировали. Без кредита, без ничего, мы свои собственные. Без инвестиций тоже, да? Ну, франшизные, они партнерские, 100% оттуда, а өзіміздікі солай за счет своих собственных средств. Где-то экономили, где-то переигрывали, где-то там былай старались, но вот именно вот так. Нам, кстати, кредит не дали, поэтому и спасибо, что не дали, долгов зато нет. И пандемия, почему без мысалы, одна из причин того, что мы выжили, без пандемии кірген кезде мы были минусовые за счет того, что были долги по зарплате, по вот этому, а именно кредитов не было. Сол қарыз бізде мойында болмағасын. Нормально. Смогли выжить. Тез выжили, да. Расходтарын бәрін азайтып. Негізі пандемия бізге өскен ретінде, опыт ретінде көп көмек болды. Біз көп қателерімізді көрдік пандемия арқылы. Көп қателерімізді. Сол кезде сіз көп шықтыңыз ғой, Инстаграмнан қайта Акиматқа не айтып, санитарияға. Көп нәрселерімізді сол пандемияға именно рахмет. Көп нәрселерімізді
любой кризис, он подсвечивает твои слабые стороны. И соны білу керек, соны көру керек, соны жұмысқа алып қорықпай істей беру керек. Біз соны қорықпай істедік. Негізі операционка жағынан өте слабы екенімізді сол кезде көріп, соны бәрін жұмыс ретінде алып қайта соны беспрерывный процесс улучшения. Сол кезде байқадық, что оказывается кризис такое дело, ол бүгін кризис бар, ертең жоқ деп ондай әңгіме емес. Кризис негізі не периодичность, это образ жизни. Біз в кризис работаем, и это образ жизни. Это нужно понять. Бұл деген ертең бітеді ғой деп өйтіге болмайды. Кризис это образ жизни. Образ жизни. Банкротство всегда над головой, да, предпринимателя? Соған дайын болу керек. Всегда дайын болу керек, это однозначно. Почему? Потому что мы каждый день рискуем. Каждая точка жаңадан ашылып жатқан точка ол риск. Ол жүреді ма, жүрмейді ма, қалай болатынын бір Алла біледі. Қандай сен наука дейді ғой, қандай сен есеп шығарсаң да, неше түрлі инструмент бар қазір. Фин-модель істейсің, есептейсің, проходимость, әртүрлі компаниялар бәрін неге дейін, қандай чек болатын, қандай окупаемость, бәріне дейін болай есептеп береді. Мысалы, біз ашамыз деген кезде. Но никто 100% гарантия нет. Любой бизнес, любой жаңадан, даже ланжоуды, қанша ланжоудың аты бар, минусовой жоқ істеп жатқанның өзінде, да, любой жаңадан ашылған проект это риск. Әрине. По-любому риск, и каждый должен понимать, что не бывает бизнес, чтобы не уметь рисковать. Карантин кезінде идея болмады ма не істеуге? Red Dragon сияқты көшеде тұратын, просто отырып адамдар тамақ ішпейді, просто собой алып кететіндей қылып жасау деген сияқты. Ондай проект біз не стали внедрять, бізде лапша ыстық тамақ сорпамен. Ол жерде келмейді біріншіден, екіншіден біз свежий тамақ бергесін, бізде технология кішкене қиындау. Ондай проект ойымызда бар, Қытайдан келіп оны істетеміз деп. Бірақ ол жерде басқа тамақтар болады. Жоқ, басқа тамақ оборудование солай болу керек. Оно свежим должно. У нас концепт, біз тамақты қыздырып бермейміз, біз свежий дайындап береміз. Сол концепті біз негізі басынан сақтауымыз керек. Біз Бишкекте аштық именно вагончик ретінде. Бірақ ішінде отыратын орын бар. Сыртта тұр, тоже там линия такая стоит, торговый центрдің алдына. Уже поставлены. Уже сделали. А вот именно, чтобы окошко было, там есть санитарная часть, потом бізде, мысалы, заң жоқ, ол жерге, мысалы, қойсаңыз, акимат на жерге болмайды, мысалы, аким өтіп бара тұрып машинамен, не екен алып таста десе, бізде заң ретінде ешқандай защита жоқ. Ала салады. Сол үшін это риск большой, я туда не стала идти. Абсолютно. Қашан заң шығады, сол кезде, может быть, когда ты на жерден, чтобы меня убрать, кәдімгі соттың қандай решениесі болу керек, былай болу керек, тек бір заң болу керек, ол жерге тұру үшін да бір заң болу керек, требование болу керек. Сол кезде болған кезде, тогда можно идти. Сейчас это все на рассмотрение, это все непонятно. Сіздерде андай ой бар ма, что ланжо қазір сіздер ланжо лапша сатып жатсыздар, да? И басқа уже продукты запускать, мысалы, опять-таки, додан айта бермейін, да, там, мысалы, донерді бір баставатыр. Немесе сегменті там тануки сияқты қымбатырақ ресторан қылып полноценно такой. Ондай ойлар болды ма сіздерде? Есть понимание того, что хотим сегмент, немножко другой ресторан открыть. Но это будет вообще бөлек продукт. Бренд басқа. Нет, тот же ланжо, но будет другой продукт. Это есть такая идея, но она еще не воплощена. А әртүрлі тамақ қоса берсең, мы все-таки ресторан монопродукты, біздің тамағымыздың бәрі ұнның ағасында, ұнның маңайында. Лагман болсын, манты болсын, нанның арқасында. Мы от этого отходить не будем. Однозначно нет. Расширять линейку, чтобы для того, чтобы расширять, нет, однозначно. Мы лучше все свои усилия кинем и будем искать, ну, свою аудиторию со своего продукта, там, в другие страны выходить. А вот так вот расширять у меня нет. Почему? Потому что түсіну керек, бизнес так устроен, особенно ресторанда. Мысалы, біз бір ресторанға келіп, үлкен меню 300-500 тағам көрсеңіз, түсінуіңіз керек, қанша тамақ заготовка кухняда жатыр. Қыздырып береді. Қыздырып береді, полуфабрикатпен жатады. Мысалы, полуфабрикатпен вот этот стейк может месяц лежать. Понимаете, я, например, где большое меню и мало людей, мен ол жерге мысалы барып тамақ ішпеймін. Өйткені не үшін мысалы білем, қанша заготовка ар жақта жатқан. Идешь туда, где маленькое меню и бүйтіп ауысып отырады. Сол кезде четкое понимание, ішіндегі тамақтар, заготовкалар тез ауысады.
В любом случае, любой кухняда заготовка бар. Бізде мысалы ет шикі тұрғанымен, ол уже туралған, маряновкасын өткен, мысалы былай тұрады, уже первичный обработканы өтіп. Шикі мысалы кусокпен жатпайды, тап солай. Просто бізде охлажденка, бізде адам көп болғасын, охлажденныймен жұмыс істейміз да. А ол жерде морозильникте тұрады. Оны микроволновкасы нетеді, өйтеді, бүйтеді, жеткеншеден мысалы қанша ай жатуы мүмкін. Бізде мысалы бір сутка жатпайды, сутка жарым болды. Өйткені адам көп болғасын ауысып тұрады, поставка күнде болады. Сол үшін соны түсіну керек, ол бизнес жағынан даже владелецке өте ауыр. Поэтому расширяться, чтобы расширяться, қажет емес? Чисто? Нет, можно расширяться. Если получается, почему нет? Мысалы, есть же, как это, шаурма фуд Астанада, у них там наименований 500 наименований. Шашлык да бар, суши да бар, не да бар. У них есть поток, у них всегда все свежее. У них это получилось. Но у меня свой концепт, и анау істеді, у него получилось, мен соның соңынан жүгірейін деп, мне такой өзінікін, да, өзінікін, өз жұмысын өзінікін істеу керек. Они сделали, и әлі дейін, например, я уверена, что мало у кого получится его успех повторить. 500 наименований алып, оны істету үшін қанша кухняда адамдар тұру керек. Қанша холодильник, қанша заготовка, ол деген үлкен жұмыс. Ол стандарттық нету үшін, стандарттық хранение, пищевой безопасности, ол деген адамға свежий ретінде алдына тарелка өтсу үшін ол үлкен жұмыс. Поэтому я не вижу для себя, например, лично для своего проекта, что я там донер буду продавать или что-то. Без пиццы даже оставляли с большим этим. Мы фри через 2 года только внедрили, то потому что дети просили, потому что я против фри. Я против фри. У нас, например, картошка с мясом, если есть, мысалы, тамақ ретінде, там, по идее, фри должно быть біз таза, на свежий картофель істейміз. Фри, потому что просят. Это вот дети просят. Но, скажем, бізде, мысалы, фри мықты өтіп жатыр деп, абсолютно нет. Потому что фри же үшін бармайды сіздерге, главное. Да, именно из-за этого. Керемет екен. Блин, қалай сіздерге бүгінгі? Менің ойымша, біз бастағанымыз неден? Курс туралы, структура айтпаймыз деп ойлаймын. Возмущениеден бастап. Нужно резко так кіріп осыдан тұрып айтып кеткен күшті болды. Менде сұрақ негізінде өте көп сізге. Анда уже бизнес жағынан, структура компания қалай и так далее. 2000 сотрудник деген басқару. И потом маған бір зат ұнады, сіз Китайдан лапшаны істеген кездері артынан кухнясына кіріп кетіп, олар істеп жатқан кездері көріп алдық деп айттыңыз да, кейін шақырып алып оларды. По идее, это же хантинг, если так посмотреть. Нет, почему хантинг? Это не хантинг. Біз мысалы ол жерге келісіп, директор ресторанмен ақшамызды төлеп, сөйтіп бардық қой, как положено. Алдынан өтіп, біз кіреміз, өзіміз, мы не хантили, мы людей не хантили, мы пошли учиться. И мы это купили. Мы заплатили за это деньги, мы официально купили. Ол кісімен, мысалы, біз әлемге дейін қарым-қатынастамыз, сөйлесіп тұрамыз анда-санда. Жоқ, вот так өтірік алып кеттік деп такого нет. Ол жердегі просто жұмысшылар, ана жердегі поварлар. Ана бастық үйреттеп нетіп кеткеннен кейін, даже айтқаннан кейін айтса да, үйреткісі келген жоқ. Дело было в этом. Нет, там такого не было. Сосын қазақша задобрить еттіңіздер олар. Да, чисто по-казахски. Енді қалай, мысалы, бастық айтты, істегісі келмейді, біз деген бастық келген кезде былай сөйлейміз да, бұрылып алып өзіміздікін істейміз. Сол үшін енді қайттан кішкентай бала сияқты ойбай сендердің жұмысшыларың үйретпейді деп ол барып ұрсатын, бәрібір результат болмайды. Сол үшін өз адам өзі берсін деп, сол үшін істелінген нәрсе ғой. Ну, это же чисто восточная мудрость, это не по-казахски, а чисто восточная мудрость. Сделать так, чтобы доверие кіріп, біз деген алдаған жоқпыз ғой. Біз ол нені, ол білімді біз сатып алдық, ақша төлеп кірдік. Обмен бар. Обмен бар, хороший даже обмен. Ана жер сұрақ, ол қытайлықтар, мен просто 2019-да қытайлықтарды көрдім дедім, ол қытайлықтар ма или қытайлыққа ұқсады ма администратор ретінде? Ұқсайтын шығар, может быть. Ондайлар болмады. Сонда экспаттар бар ма екен компанияда? Бізде қазір Ресейден келген 1-2 адам бар офиста. Негізі ресторандарда жоқ. Ресторанда чисто мүлдем болған жоқ, и жоқ. Ең басында 1 айдан кейін ба, 2 Қытайдан 2 дүнген повар келген. Олар келіп, тексеріп, көрсетіп, қалай болу керек, біз үйретіп кетті. Ашқанда біз өзіміз аштық. Поварды ала алмай виза бізге берген жоқ.
сол кезден бастап біз өзіміз жұмыс істедік. Олар сіздерді естіп Қазақстанның адамдары. Конечно. Сіз естіп шок болып жатыр, иә? Конечно, шок болып жатыр. Олар не үшін бізге кухняға кіргізді, істей алмайды деп кіргізді. Ана қарапайым екі біздің қазақ жігіті бұрын алдында Қытайда тұрған, Қытай тілін өте нашар білетін екі жігіт, иә? Ұмытып кетеді ғой, любой адам ұмытып кетеді. Мен мысалы мүлдем орысша сөйлеймін, мен қазақпын, Қытай не екенін білмеймін, олар деген мен не істеп жүргенді түсінген. Мынау не істеп жүр екен деп. Сол үшін мысалы кухняда жүрген кезде мы больше помеха, чем помощь. Бізді былай итереді, бүйтіп күліп қояды, істей алмайды ғой деп. Сол кезде қазір біз өзіміздің Қазақстанның адамдары ғой, қазір бәрі істеп тұрған. Не үшін мысалы біз национальность ретінде біз тек қана қазақ жұмыс істейді деп болған жоқ. Басын жұмыс бастаған кезде өзіміздің Қытайдан келген қазақтарымыз жұмыс бастады. Өйткені олар біледі қалай істеу керек. Қандастар. Да, өзіміздің қандастарымыз. Сол үшін жұмыс солармен бастадық. Сол үшін істегеннен кейін, солай жұмыс жүргеннен кейін жұмыс бәрі қазақша. Ресторанда мысалы әлі күнге дейін бәрі қазақша. Собрание болсын, не болсын, мен өзім өткіземін ғой, бәрі қазақша. Офиста көп нәрсе орысша болса, ол жақта тек қана қазақша, өйткені өзіміздің сөйтіп жігіттеріміз жұмыс істеп тұр. Өте югтан өте көп, Шымкенттің ар жағынан. Сол үшін бізге кейбір кезде бәрі орысша деп ұрысқан кезде мен күле саламын, даже ренжімеймін, өйткені 90% біздің жұмысымыз қазақша. Сол үшін мысалы даже біздің орыс директорымыз бар, мысалы, ол қазақша сөйлеп кетті. По-любому даже орыс қазақша білмесе де, кем дегенде түсіне бастайды, сосын сөйлей бастайды. Қазір любой бізде мысалы шеф, бірінші шеф өзіміз қазір дүнген. Ол да қазір былай қазақша судай түсінеді, арасында көп сөз қосып жібереді. Келген кезде бір сөз білмейтін. Поэтому как это среда дейді ғой, сол жерге барғаннан кейін хочешь не хочешь, ол тілді білуің керек, өйткені сен жұмысты жүргізе алмайсың. Самое сильное погружение не когда тебя учат, а когда тебя кинули, и ты начинаешь говорить. Как вот я начала говорить, меня кинули, и я говорю. Я вот келдім мына жерде подкастқа қазақша сөйлеймін. Қазір уже қалай судай тема сөйлеп тұрсыз. Все, рахмет көп-көп келгеніңізге. Сізге көп рахмет. Бірінші рет қазақ тілінде подкаст беріп, қорықпай келіп, қазақша айтқаныңызға, вот Гүлбану ханым қазақша судай сөйлей алады. Қазақша компанияда қазақ тілінде жұмыс істейді, команданың 90% қазақ тіліндегі мамандар. Ресторанға кірсе уже біліп тұрады бәрі қазақша. Негізі клиенттер де қазақ тілді ғой, көбінесе барған кезде байқалады. Клиенттердің өзі қазақ тілді клиенттер ғой көбінесе. Көбісі солай ғой қазір. И так аудитория сондай да ол жақта. Негізі требование екі тіл. Көп жерде мысалы орысша сөйлемейді деп ренжиді. Кейбір жерде наоборот қазақша сөйлемейді деп ренжиді. Всем угодить невозможно. Сосын бізде жұмысшыларды тек қана жесткий требованияны алсақ, былай болу керек деп бізде жұмыс істейтін адамдар. Сол үшін біз жастарды көп аламыз, студенттерді алады. Қол жетпей атқасын, бәрін ала бересің де үйрете бересің. Сізге үлкен рахмет, Гүлбану ханым. Бүгінгі біздің подкастымыз пайдалы болды деген үміттемін. Шынымен қалай пайдалы болды? Эмоционально я сегодня была сильно. Сейчас вспомнила, что руками я махала ужас. Мы это еще увидим. Енді сіздерге осы жылға пландарыңыз қойып жатсыздар, бәрі іске асуына тілектеспіз, иншалла. Әсіресе IT жағынан да жүріп жатсыздар, Өзбекстанның бәрі удачно болсын. Амин. Растана бәрі. Вот, достар, сіздерге бәрі ұнаса, лайк. Рахмет, көп-көп. Міндетті түрде лайк басып, коммент жазып кетіңіздер, подписка жасаңыздар, себебі көретін адамдары шамамен 90% әлі күнге дейін подписка жасамай тығылып көреді екен, сондықтан давайте тығылмай, официально заңды түрде көріңіздер, халал түрде. Сол барлықтарыңызды күтеміз каналда. Келесі видеода, келесі подкасттарда кездескенше. Рахмет. Рахмет. Күшті.